Biz erkekler Allah'ımız hayvansızda ağlamız. Ülkemdeki problemler biz hakkında olamız. Жақсы балаларымызге электронды хат келіпті. Соны тамашалайық та экранға қараймыз. Саламат. Сонан соң сізге қосылған жылы су ташылған. Бұл тәсіл жиі тазаланшы бірнеше рет қайталанып отырған. Артынан жиі таза жылы сумен шайқап, бұрамай ақыры сырып алғанда шетел тоқылған төсеншілердің бетіне жұқалап жайып, күн сәулесі астына кептіруге қойған. Кеткен жүнді тері тулақтың үстіне салып, тобылғы сабаумен бабымен сабаған. Сонда жүн өпірдеп көтеріліп, тазара түсетін. Видеоға қарадық өзінде, енді сол бойынша, мына берген суреттер бойынша әңгімелер беруіміз керек. Кәне бірінші қой туралы кім айтады? Қол көтереміз. Кәне, келе айтады. Жақсы, келесі. Кім келеді? Келе ғой. Бізге жаңағы ауылдан келген атамыздың сиқырлы сандықшасынан бізге тапсырмалар берілген. Сендерге қарап көрейін. Енді балалар, біздің қолымызда қандай оюлар бар? Қарайықшы. Қарайық. Иә, қандай ою? Қошқар ойы бар. Түйе табан жақсы. Ендерге балалар, түйе табан ойуы бар балалар, құрастыру ойындарымен ойнаймыз. Ал қошқар мүйізі бар балалар, интеллектуалды ойындармен ойнаймыз. Сіздерге не берілген? Кесте берілген, да? Осы кестені балалар оюларды өзінің бағытымен және түсімен қарап орналастырамыз кесте. Әртүрлі мазмұн тастарын пайдаланып, мына ойынды құрастырамыз. Балалар қосу амалына және азайту амалына берілген нәтижесін тауып, мына жерде мына моншақтарды санап, өзінің орындарына санып, ұяшықтарға салып орындаймыз. Сендерге алдарында, сендерге қосу және азайту амалдарына берілген тапсырмалар бар екен, соған өзінің мәнін мына ортадағы сандардың тестісін алып, сәйкестендіреміз. Жайлауға көшіп, кеземен мал бағып жүргенде, сол кезде олар барлық үйге керекті құрал жабдықтарын қолмен жасаған. Біздің әжелеріміз қол өнермен көптеген жұмыстар жасаған. Ши тоқу, текемет басу, сырма тігу, осының барлығын өзін жасаған қолдарымен. Енді балалар, біз қазір сол жұмыстарды өзіміздің қалаған ісімізді істейміз. Неше түс бар? Қарайық, қара. 7 түс бар. Тағы не затта 7 түс бар? Кемпір қоса. Өте жақсы кемпір қоса. Жақсы балалар, біз қазір текемет басу өнерін істейінде отырып. Кәне қолымыздағы оюларды мына жүннің бетіне салайық. Кәне кімде қандай ою бар? Менде қошқар мүйізі.
Tüyü taban жақсы. Ендеше осы жүннің бетіне оюымызды салып аламыз да, міне алдымыздағы тұрған суда жайлап, бір тегіс қылып бүйтіп шетіне шашып шығарамыз. Енді былай ораймыз. Кәне қарап отырайық, міне. Кәне. Өте жақсы жасап жатырсың. Балалар мына текеметтен қандай жүннен жасайды? Қойдың жүннен жасайтасың. Біз текеметтен не істейміз екен балалар? Киіз үйді аямыз екен балалар. Кәне осылай міне, осылай. Осылай айналдырамыз шейді. Міне, үйтіп істесек, анағы біздің жүндеріміз бірігіп, текемет болып шығады екен балалар. Қазір оны көретін боламыз. Шейімізді домалатайық. Кәне бастап, ашамыз міне жайда. Керемет, өте жақсы балалар. Бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетіміз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.